Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін қойдың бауырынан осындай керемет дәмді болып шығатын котлеттер дайындаймыз. Котлетті үйдегі бар қолжетімді заттардан дайындаймыз. Көп артық затты қажет етпейді, және де дайындалу жолы өте оңай, және де керемет дәмді болып шығады. Ол үшін бізге 2 сәбіз, 2 картошка, 3 пияз және 1 қойдың бауыры, қара бұрыш, тұз қажет, ащы бұрыш қажет. Осы заттардың барлығын алдын ала дайындап аламыз. Енді бұл заттардың барлығын осылай майдалап турап аламыз алдын ала. Мұны осындай үлкендікте турайсыздар, ет тартқышқа өтетіндей етіп. Енді еленген ұн қажет, сүт қажет және де. Енді турап алған заттарымыздың барлығын сәбіз, картошка, пияз, қойдың бауыры барлығын араластырып ет тартқыштан өткізіп аламыз. Видеоның соңына дейін көріп, осы мен дайындаған рецептпен сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Әркімнің дайындау жолы әртүрлі. Осы мен дайындаған рецепт сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Және де каналға тіркеліп алыңыздар. Күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Барлығын міне өткізіп алдық ет тартқыштан. Енді осының үстіне 2 жұмыртқа жарып саламыз. Және де 300 грамдай сүт құямыз. 1 кесе сүт. Енді осының үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Ащы бұрыш болса, ащы бұрышты да саламыз. Міндетті түрде салыңыздар. Менде ащы бұрыш болмай қалды. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне ұн қосамыз. Ұнды алдын ала елеп алдым. Бұл жерде 4 қасық ұн кетті. Барлығын түйіршік қалмайтында жақсылап араластырып шығамыз. Міне барлығын араластырып болдық. Қоюлығы осындай болады, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді тапаны отқа қойып қыздырамыз. Үстіне аздаған сұйық май құямыз. Енді үстіне котлетті саламыз. Қасықпен өлшеп салсаңыздар да, ожаумен салсаңыздар да болады. Мен жарты ожаудан құйып отырдым. Котлеттерді екінші бетіне аударып пісіреміз. Бауыр котлеті тез дайын болады. Бұдан ақшылдау етіп алсаңыздар да болады. Міне осындай әдемі котлеттер дайын болады. Барлық котлеттерді осылай құйып отырып пісіріп аламыз.
Міне осымен котлеттеріміз дайын болды. Бір қойдың бауырынан 2 үлкен тарелка котлет шығады. Ас болсын.